30 тамызда еліміздің ата заңы Конституция қабылданды. 1996 жыл. 25 мамырда Қазақстан Республикасы және Ресей Федерация арасында достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімге, сонымен қатар Байқоңыр ғарыш аймағын пайдалану тәртібі туралы келісімге қол қойды. Ұлы ақын жыраулығы Жамбыл Абаевтың жылы туды. Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасын тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет деп жариялады. 2 қазанда Байқоңырда Союзда М-13 кемесінен ғарышқа тұңғыш қазақ ғарышкері Әубәкіров Тоқтар Өмірбайұлы ұшты. 29 тамызда Қазақстан Республикасы президентінің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Әділет және руханият партиялары жаңа бір саяси құрды, және оның аты бірлік болып аталынды. 2013 жылы Экспо 2017 өткізуін қолға алды. 1994 Талғат Мұсабаев Союзда М-6 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. 5 желтоқсанда Будапештте Ұлыбритания елшісі және Америка құрама штаттарының басшылары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне тілдіктерін туралы меморандумға қол қойды. Наурыз айында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Еуразиялық одақты құру жөнінде мәселе көтерді. Қазақстан Республикасының парламенті стратегиялық маңызды мұнай туралы заң жобасын қабылдады. Тағылда теген арында арман ағасы, бүтіндеп ойын бірленді бүкіл бақ үшін. Жаранданып жатыр жарасын, жалап жасатып, табанын тұздан тоздырған тұзды тағысы. Қағанаттардан Қазақстанға жеткенде қамшы салдырмас қазанаттардың шарысы. Айбатты асқа қаныштың, дайын алыстың, абылай болып жаныштың, мысын шарыштың. Әлихан Ахмет, Міржақып, Мағжан, Тұрсытбек, алты алаш үшін құрбаны болған намыстың. Қайрат пен Ербол, Сәбира, Елдат көз жұмған желтоқсандағы ызалы жермен қағыстың. Мен қазақпын, ұлан оның қазақтың тәуелсіздің егеменнің озатын көп байраған көзі желбіріп, алатаудай көкке өрлеген азаттық. Көк жүзінде қалықтаған қыранның, бейбітшілік пен бостандық жыраны, самап жүзек бостандықта биікте шар бақтың құсы әр адам қонып бір. Жарықтайды кең көлемде бұл әлем, шар бақтың құсы әр адамға қонып бір. О тәңір бізді бақы жығыпты, бүгін міне тәуелсіздік ағайын әр қазақтың жүрегі болып соқты.